Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Осындай қытырлақ болып өте дәмді, әдемі болып шығатын болады. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Видеоның соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін жылы суымызға 1 шай қасық тұзымызды және де 1 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін електен өткізілген ұнымызды қажетінше саламыз. Шетінен салып, жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Барлық қажетті заттарды, ингредиенттерді астық описанияға қалдыратын боламын. Мөлшерлерін сол жақтан көре аласыздар әдеттегідей. Қамырын дайындап болғаннан кейін, иін қанғанша дейін жақсылап илейміз. Одан кейін кішкене 1-10 минутқа алып қоятын боламыз. Бұл қамырды кез келген уақытта пайдалануға болады. Тоңазытқышқа, морозильникке қатырып қойып, шетінен алып жасай беруіңізге болады. Ал дәл қазір жасайтын болсаңыз, 1-жарты сағатқа алып қоюыңыз қажет. Морозильникке міндетті түрде салып, жарты сағаттай уақытқа алып қойып, содан кейін барып жасай берулеріңізге болады. Ішіндегі начинкасын кез келген өзіңіздің жақсы көретін начинкаларыңызды пайдалансаңыз болады. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды, иін қандырып болды. Оны 4-ке бөліп, барлығын жұп-жұқа етіп жаятын боламыз. Араларына 60-82% майымызды оны ертіп, жақсылап ертіп алып, орталарына жағып шығатын боламыз. Міндетті түрде сары майыңыз жақсы качествода болуы қажет. Маргарин немесе арзандау аз проценті бар май бұл жаңағы қатпарлы самсаға келмей қалуы мүмкін. Сол себепті мен әрдайым станичный майын пайдаланамын. Мысалға, соны ертіп, осылай араларына жағып шықтым. Және де шетінен осылай орап шығатын боламыз. Және де қалған тесталарымызды да барлығын жұқа етіп жайып, дәл осылай орайтын боламыз. Араларын міндетті түрде тығыздау орау қажет, себебі қазір жайған кезде ашылып кетуі мүмкін. Сол себепті тығыздау орап, бірінен соң бірін барлығын бір рулет қылып орайтын боламыз. Дәл видеодағыдай етіп. Барлығын орап болғаннан кейін, соңынан алып, оны тағы да бір видеодағыдай етіп орап, морозильникке міндетті түрде жарты сағатқа салып алыңыздар. Дәл қазір егерде қолданатын болсаңыздар, жарты сағатқа қатырып алуымыз қажет. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды қатып, енді шетінен кесіп, керегінше самсаңызды жасай беруіңізге болады кез келген начинкамен. Ал менің каналымда бұдан да басқа рецепттердің түрлері бар, самсаның да басқа рецепттерінің түрлері бар. Песочный тестадағы тез жасалатын минутка самсасының, тағы да басқа тағамдардың, қызықты тағамдардың рецепттері өте көп. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарийға жаза кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мінекей, осылай орап түйіп шығамыз, және де духовкада қызып тұрған пеште 180 градуста жарты сағаттай уақытта пісіп шығады. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Мен барлық самсаларды жасап, шетінен қатырып қойғанды жақсы көремін. Морозильникке шетінен алып пісіруге өте ыңғайлы. Сары уызын бетіне жағып, үстіне мак пен кунжутты сеуіп пісіре қоясыздар. Мінекей самсамыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ал қазақ тілді каналдың дамуына үлесіңізді қоса отырып, видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Жасап көріңіздер, ас болсын.